Мысықтар әдетте бірнеше нәрсені ұнатпайды. Бірі шуды, мысықтар қатты дыбыстарды, кенет шуылдарды, мысалы, шаңсорғыштың, отшашулардың дыбыстарын жек көреді. Екі суды, көпшілігі суға түскенді немесе суға тиіп кетуді ұнатпайды. 3. Тым көп құшақтауды, мысықтар өздерінің жеке кеңістігін бағалайды, сондықтан оларды күштеп ұстап тұруды ұнатпайды. 4. Таңсық иістер, цитрус, сірке суы, аммиак сияқты өткір иістерден жиі қашады. 5. Дәретханаларының лас болуын, мысықтар тазалықты ұнатады, және олардың қораптары таза болмаса, олар мазасызданады. Мысықтар әр түрлі болғандықтан, олардың жек көретін нәрселері де бір-бірінен ерекшеленуі мүмкін. 6. Белгісіз адамдар немесе жануарлар, мысықтар жат адамдардан немесе басқа жануарлардан қорқуы немесе мазасыздануы мүмкін. 7. Күтпеген қозғалыстар, тез немесе кенеттен қозғалыстар оларды қорқытып, жек көрініш сезімін тудыруы мүмкін. 8. Тым жарық шамдар немесе жарық түсуі, мысықтар көбіне тыныш, жұмсақ жарықты ұнатады, ал тым қатты немесе кенет жарық оларға ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. 9. Диетасының кенеттен өзгеруі, мысықтар тамақтануында тұрақтылықты жақсы көреді, ал жаңа тағамдар оларға ұнамауы мүмкін. 10. Дәрі-дәрмек қабылдау, таблетка немесе сұйық дәрі беру мысықтар үшін стресс тудырады. Мысықтардың құшақтағанды ұнатпауы бірнеше себептерге байланысты. 1. Табиғи тәуелсіздік, мысықтар табиғатынан тәуелсіз жануарлар. Олар өздерінің кеңістігін сақтауды және қозғалыс еркіндігін жоғары бағалайды. Құшақтау кезінде олар қозғала алмай, шектелгендей сезінеді. 2. Инстинктивті қорғаныс, мысықтар өздерін қауіпсіз сезінгісі келеді. Құшақтағанда оларды бақылау мүмкіндігі азайып, қашып кету жолы болмайды. Бұл олардың инстинктивті түрде қауіпті жағдай ретінде қабылдануына себеп болуы мүмкін. 3. Сенім деңгейі, кейбір мысықтар иесіне толық сенбеген кезде, немесе жеткілікті жақындық сезбеген кезде құшақтауға қарсы болады. Олар тек сенетін адамдармен жақын байланыс орнатуға бейім. 4. Артық сезімталдық, мысықтардың кейбіреулері денесіне қатты тиіскенді ұнатпайды, әсіресе құшақтау ұзаққа созылса. Олардың терілері сезімтал болғандықтан, олар мұндай әрекеттерді жайсыздық ретінде қабылдайды. Әрбір мысықтың мінезі әртүрлі, кейбір мысықтар құшақтағанды ұнатса да, көбісі өздерін еркін сезінгісі келеді.